Құрметті ханымдар, біз қазір микс салат финиками, қазақша айтқанда микс салат құрмамен деп айтылады, соны жасайын дедім. Бірінші бізге куриный грудка керек, одан кейін мінекей құрма керек. Құрманың разница жоқ, королевский құрма, кәдімгі құрмалар бола береді. Творожный сыр керек, апельсин керек. Творожный сырды айттым, құрма, грудинка, апельсин, черри помидор. Мұнда тұр, мына жерде черри помидорымыз бар, салатный листьямыз бар, мінекей рукколамыз бар, тұзымыз, крахмалымыз, мінекей кристаллигіміз, бәрі бізде дайын тұр, чесногымыз. Рецепті жазып айтып беремін. Енді біз қазір бірінші маринадтан бастаймыз. Куриный филе. Мінекей, бірінші маринадтан бастаймыз. Бұлай қиғаштап алып, кесіп аласыздар. Көрдіңіздер ғой. Осы кесілгендерді табағымызға саламыз. Кішкене тұздан себебіміз. Соевый соус 1 столовая ложка жетеді бізге. Енді бұл әдемі өзінің формасын жоғалтпас үшін бізге картофельный крахмал бола береді. Кукурузный болсын, картофельный крахмал болса да разница жоқ. Кішкене паприкамыздан саламыз. Жарты чайный ложка демегендей. Енді барып, мінекей өздеріңіз көргендей, чеснокқа сұйық майды араластырып қойдық. 1 қасық чесногымызды саламыз. Бұны жақсылап араластырамыз. Бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Бұдан біз 1 порция салат жасаймыз. Егер 2-3 порция салат жасайтын болсаңыз, мұны полный грудинканың бәрін турап саласыздар. Бізге 1 порция салат жетеді. Енді мұнаны бір 5-10 минутқа мариновкаға қойып қоямыз. Менде гриль сковородка бар, сол сковородкаға кішкене май құйдым. Бұл тек осындай сковородка болу маңызды емес. Үйде көпшілікке істейтін болсаңыздар, духовкаға да істей берсеңіздер болады. Духовканы листіне салып та істей берсеңіздер болады. Енді бұл майымыз ысығаннан кейін осылай әр кесіндісі осылай салып қуырып аламыз. Кәдімгі жай сковородка болса да болады. Бірақ майын көп құюдың қажет емес. Бұл бір беті піскеннен кейін жайып кішкене баяу отқа қойып, бір беті піскеннен кейін екінші бетінде аударып аунатып алсаңыздар болады. Біздің куриный грудкамыз пісіп дайын болғанша бір апельсиннің қабығын осылай аршып аламыз. Апельсинді түгел. Апельсиніміздің қабығын аршып болдық. Енді кәдімгідей андай қатты жақтарын кесіп алып тастаймыз. Осылай екіге бөліп саламыз. Мінекей. Апельсиннің бәрін кубиктап кесіп алдық. Енді бұл жерде мінекей өздеріңіз көргендей құрмамыздың ішінің бәрін тазалап аламыз. Бұл жерде королевский құрма болса да тіптен күшті етеді, үлкен болып. Бізде енді қазір бар құрмамен жіберіп жатырмыз, себебі біз районды жерде тұратын болғаннан кейін бұл королевский құрманы қаладан кәдімгідей тапсырыспен алдыртуымыз керек. Енді құрмаларды мінекей осылай ортасынан кесіп аламыз. Құрмаларымызды бөліп алдық, апельсинді бөліп алдық. Енді черри помидордың ортасыларынан кесіп аламыз түгел. Майдаларын кесудің қажет емес. Осындай үлкен-үлкендерін ғана ортасын кесеміз. Майдалары қала береді. Өздеріңіз көргендей бәрін турап алдық. Енді рукколаны тазалап, мен кептіріп, мынандай қатты сабақтарының бәрін жұлып алдым. Рукколаны міндетті түрде тазалап, қатты сабақтарын жұлып тастау керек. Сонда тарелкаға салғанда әдемі күйде кетеді. Мінекей салатный листьяны қолмен үземіз, ешқандай пышаққа салмаймыз. Салатный листьяны көрдіңіздер ғой? Үлкен қылып қолмен үзіп жібереміз листьямызды. Кішкене укроптан жібереміз. Укроптың да қатты жақтарын алып тастап, тек қана қолмен үзіп жібереміз. Сәл ғана петрушкамызды да әдемі жапырақтарынан алып, қолмен үзіп жібереміз. Қатты сабақтарынан турамаймыз петрушкамен өздеріңіз көргендей. Енді мен мынандай дрессинг соусты пайдаланамын. Бұл соус біздің Тараз қаласында болса, Гаухар гастрономда бар бұл соустар. Листьялардың бәрін турап қолдым қоймен. Жаңа дрессинг соусты айттым. Бұны жақсылап шайқап аласыздар. Жақсылап шайқалған соң, бұл соуста лимонның соғы да бар, кедровый орешек те бар, бәрі бар осы соуста. Көрдіңіздер ғой? Бір 3-4 столовая ложка салып, бұны жақсылап араластырамыз. Араластырғанда қолмен қатты мұжудың қажет емес. Мінекей, жай ғана, жеңіл ғана араластырамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Моментінде араластырып, қонақтарыңыз келсе, тез сала салуға да болады. Мінекей, үлкен тарелкамызды дайындадық.
біздің куриный филеміз пісті, кәдімгідей сочный болып өздеріңіз көргендей. Енді төсейміз. Листьяларымыз мынандай цветтерін шығару үшін жан жағына черри помидорды қоямыз. Көрдіңіздер ғой мына апельсинді барлығын әр жерінен. Енді бізде бұл салат құрма деп аталғаннан кейін біз осындай құрмаларын бетіне көрсетіп қоямыз. Өздеріңіз көргендей мінекей. Көрдіңіздер ғой. Бұл өте дәмді салат. Мен дәмі жоқ салаттарды ешқашан ұсынбаймын. Көрдіңіздер ғой, біздің куриный филе әдемі пісті. Ортасының бәрі пісті. Бір 17 минутта куриный филеміз дайын болды. Жан жағына осылай сәндеп қойсаңыздар болады. Әр жермен жеңіл салат, жылдам дайындалады. Маңыздысы бұл жерде сіз пока турап болғанша куриный филені жай сковородкаға қоя саласыз. Егер асығыс жағдай болған болатын болса, онда духовкаға сала салыңыз. Көрдіңіздер, мына құрмаларының бәрі көрініп тұр. Финики деп айтылғаннан кейін бұл құрмасы бетінде тұру керек бізде. Енді біз творожный сырымыз қалды. Сол сырымызды төсейміз әдемілеп. Бұл салатты жасасаңыздар да осы дейсіздер. Және арзан салат емес. Мінекей ақырында творожный сырды әр жерден қоямыз. Қыздар, бұл деген керемет салат. Мен шынымды айтып отырмын. Даже сіздер түрінің өзін көріп, қараңыздаршы, қандай бір таңғалыста. Даже ауыздың суын ағызып тұр да. Мінекей. Біздің микс салат финиками дайын болды. Өте керемет салат. Бұл ары қарай керемет қылдыру сіздердің де фантазияларыңызға байланысты. Мінекей біздің салатымыз дайын.